Арыстанның баласы бұзықылық жасап, орман сақшыларының қолына түсіп қалады. Күзетшілер оның шашын тықырлап алып тастап, арнайы аңдар түрмесіне қамайды. Онда қамауда отырған басқа аңдар арыстанды танымай, мысық деп ойлап, ызаландыра береді. Ол «мен мысық емеспін» деп ақталса, одан бетер қарқылдап мазақ қылады. Бір кезде бұрышта бүрісіп отырған тышқанды көзі шалып қалады. «Тышқан, сен мыналарға менің арыстан екенімді айтшы» деп жалынады. Бұлар бәрібір сенбейді. Себебі мен де осында түсерден бұрын кірпі болғанмын, дейді. Көмектесіңдер, мектеп өртеніп жатыр. Бәрі көмектеседі. Біреулер бензин алып келді, біреулер отын алып келді. Баласы мен анасы: «Анашым, неге әкеміздің басында шашы өте аз?» Себебі ол көп ойлайтын ақылды адам. Ал сіздің шашыңыз неге көп? Көп сөйлемей тамағыңды іш. Бір кірпі ормандағы алаңқайды айналып жүгіріп, қарқылдап күліп жүр. Мұны байқаған елік: «Әй кірпі, неменеге жетісіп жүрсің? Жүгіргенге де күлемеген? Сен де жүгіріп көр, армансыз күлетін боласың». Елік алаңқайды 10 айналса да күлмейді. Әбден титықтаған ол ақыры кірпіден әлгі күлкінің сырын сұрайды. Сонда кірпі: «Жүгіргенде қарныңды шөп қытықтамай ма не?» депті. Немересі атасынан сұрайды екен: «Ата, сіз жас кезіңізде футбол ойнадыңыз ба?» «Ойнадым». «Допты басыңызбен ұрған кездеріңіз болды ма?» «Болды ғой, мен қатты ұратын едім». Сол екен ғой басыңызда тік тұрмайтыны. Бір байдың әйелі күтуші қызды жұмыстан босатып жібереді. Әлгі қыз есіктен шығып бара жатып, босағада жатқан екі итке біраз тиын-тебен тастап кетеді. «Мұнымен не айтпақшысың? Бұлар мен жуып үлгермеген ыдыс-аяқты жалап, маған үнемі көмектесіп тұратын еді». «Жаным, не ойлап отырсың?» «Сен не ойласаң, соны ойлап отырмын». «Ұялмайсың ба, ұятсыз?» Екі жігіттің әңгімесінен: «Бернард Шоуды білесің бе?» «Білмеймін. Бауыржан Шоу, Шымкент Шоу деген сияқты бірдеме шығар». Бірде шал мен кемпір жас күндерін еске түсіріп, саябақта қыдырып жүрсе керек. Айнала толы жас қыздар мен жігіттер. «Әй кемпір, осылардай кезімізде қайтушы едік» деп кемпірін құшағына қысып алып сүйе кетеді. Осы сәтте олардың қасына келген тәртіп сақшысы: «Қоғамдық орында тәртіпті сақтамағандарыңыз үшін айыппұл төлейсіздер. Ата, сізден 500 теңге, сізден апа 1500 теңге». Бұған ашуланған шал: «Бәрін бастаған мен, сондықтан да айыппұлдың ең көбін мен төлеуім керек қой». «Кешіріңіз ақсақал, мен сізді бірінші рет көріп тұрмын. Сол үшін де аз төлейсіз. А бұл кемпір осымен 3-ші рет көзге түсіп тұр». «Білесің бе, сен маған Пушкинді есіме түсіресің». Мен де ақынмын, оның үстіне шашым бұйра дегендей. Жоқ, атып тастағым келеді». Құрылысшы мен тапсырыс беруші әңгімелесіп тұр. «Қабырғаны өте жұқа қылып қалапсыздар». «Жұқа емес. Оның сыртынан әлі тұс қағаз жапсырамыз ғой». Апамыз кішкене күнімізде бәрімізді де оймақтай шағын қасықтармен тамақтандырғаны есіңізде шығар. Ал енді ойлап көріңізші. Қытайлар асты 2 таяқшамен жейді. Сонда олардың апалары сәбилерін тіс шұқығышпен тамақтандыра ма? Әскерде бұл жерге келудегі мақсатың не? Біріншіден, отанды қорғау. Дұрыс. Екіншіден, әскер мені шыңдайды. Жақсы. Үшіншіден, әскерге барасың ба деп менен ешкім сұраған жоқ.
Ұйқыдан түске қарай тұрған жауын құртының баласы шешесінен: «Апа, әкем қайда?» деп сұрайды. Сонда байғұс шешесі: Әкең таңертең еркектермен балыққа кеткен» депті. Үш жаңа қазақ балаларын айтып мақтанып отырса керек. Ұлым өзіме тартқан іскер, жылжымайтын мүлікпен айналысады. Ісі оңға басып тұр. Өткенде досына Париждегі пәтерін сыйға берді. Менің де ұлым іскер, қымбат машинелер сататын автосалоны бар. Сақтанбайды, досына бір су жаңа Феррари сыйлады. Біздің балада жарап тұр. Банк ұйымдастырып, аяғына тұрып кетті. Түсінесің бе, досына көлемді несие берді, 30 жылға, процентсіз. Соның арасында оларға 4-ші жаңа қазақ қосылады. Не айтып жатырсыңдар? Балалар туралы. Ал менің балам қыз-теке, болмай қалғыр. Сонда да Парижде пәтері бар, астында Феррари. Күні кеше 30 жылға процентсіз несие алды. Қалай ғана үйлестіріп жүр, білмеймін. Сот залында: «Сіз мына кісінің туысқанысыз ба?» «Иә, бірақ біздің арамыз аса жақын емес. Біз үйде 15 бала өстік. Бұл кісі үйдің тұңғышы болса, мен кенжесімін». «Әке, міне келініңіз. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Сондықтан үйленетін болып шештік». Әкесі: «Балам, бұл қызға үйленбе. Ол сенің қарындасың болады». «Қалай қарындасым? Түсінесің бе? Жас кезімде қыздарға көп барып едім». Оны естіген баласы әлгі қыздан бас тартып, біраз уақыттан кейін екінші қызды таныстыруға келеді. Сонда әкесі: «Балам, бұған да үйлене көрме. Ол да сенің қарындасың» депті. Әкесінен көңілі қалған баласы анасына барып, болған оқиғаны айтып береді. Сөйтсе анасы: «Үйлене бер балам, ол сенің әкең емес» деген екен.